Маған осы ұнап тұр, бірақ бізге басқа түс керек. Қоңырлау. Қою қоңыр түсті. Ана жерде қою түсті бір екен. Қою қоңыр. Күшті ма? Негізі өте әдемі. Бірақ онша ыңғайлы емес екен. How is it? Really nice. I like how it goes against the back like that. It's really good. Көрейік тексеріп. Онша ұнамады маған бұл орындықтар. Бірақ әдемі. Мынау Скандинавия стилі. What about these ones? Біздің үстелдің түсі осындай қою қоңыр. Good eye. Let's see. Yeah. Мен отырып көрейін. Мынау аспалы шамды қарасаңдар әдемі. Маған бұл онша ұнамады. Орындық. Күйеуіме мынау ұнады. Мың. 1000 теңге. Ой, 1000 теңге. 1000 krona. 1000 крона. I wish it was 1000 tenge. Мынау шам әдемі екен. Өте күшті болып көрінеді. Негізі осындай шамдар бар ғой, аспалы шам. Үстелге жақын болса, өте жайлы болып көрінеді. Уют. Қандай керемет. Мынаны қарасаңдар. Нағыз қыста отыратын плюш. Күшті екен. Мынау жүрек әдемі екен. Жүрек жастық. Cozy, very cozy. Бағасын көрейін десем көремей тұрмын. Біз осыған ұқсас орында қалған едік, маған бірақ ыңғайлы болған жоқ. Сонымен осыны көрейік отырып енді. Good. Жақсы ма? Өте жақсы. Жаным. Тамақ жеп отыр өзі деп па. Мен отырып көрейін қазір енді. Күртешемді шешіп отырып көрейін. Қазір. Өте жайлы екен. Біздің видеоға қарағанда жайлы. Do you like it? I like it. Should we take this one? What do you think? It should be comfortable. No. Do you really stick here candles? Or it's just for decor? I think you can stick candles, yeah. Wow. It's really nice, but you have to be careful, of course. Oh yeah, because there is no electricity outlet. Yeah, it doesn't. Өте жақсы. Өте жақсы.
1,5 мың крона тұрады екен. Теңгемен есептегенде қанша болады? Очень. Очень теңге, I don't know. Өте көп теңге. Есептей алмай қалдым ғой. Ол шамамен 149 евро дейік. Yeah, but you should include the exact, not шамамен. Иә. Жоқ шамамен. Шамамен сен. Шамамен Шамаменсіз. емес. Without шамамен, without accuracy, without approximation. 75 мың теңгедей болады ау. Жиһаз деген сөз араб тілінде де жиһаз екен. Jihaz in Arabic, or at least in some dialects, is the one that you buy for a newlywed couple. So what you would do is that you would go buy, you know, even if you want to buy even a cushion or whatever, small thing, yeah, you could say like, yeah, this is the wedding couple's jihaz. Wow. Yeah. But that's not formal Arabic. That's like, because jihaz and formal, it means like a device. Oh, really? Yeah. So it's yeah. Is it like jihaz? Only like a gift for new. Yeah, Okay. jihaz, yeah. For some reason, I thought maybe it's the furniture or stuff the bride takes with her after she's gets married. Yeah, kind of. Like that, yeah. I mean, right now, I think, I'm not sure, but I think it's like for both wedding, couple. I see. For both couple, not just like for the wife. I Jihaz, see. yeah. See, Well, maybe actually it is for the wife. It's been a long time. So complicated. Мен мамам айтқан еді, ағаштан жасалған көрінеді деп та. Отырып көрейін еді, бірақ сырғып кетеді екенбіз. Біз сонымен анау жаңағы отырғанымыз таңдайтын секілдіміз. Мынау терезенің алдында тұрған. Мына жерде де әлі көп екен. Мен негізі осындайған қалаған ем. Бірақ осындай түс жоқ шығар деп ойладым. Қою қоңыр бар екен. Қымбат екен. No, it's not that one. You see the back is different. Oh, right. Yeah, just like on the back. Let's see there. Need to be. We can consider it. Мынау да ұнап қалды маған.
шведтерде аттар жақсы беретін сияқты. Мына түстерді ай. Мынау қазақ қыз. Үй. Үйде.